Қалайсыздар қыздар? 2026 жылдың көктем жазында не киеміз деп ойланып жүрген шығарсыздар. Бір қызығы, стиль, сән деген дүние уақыт өткен сайын эклектикалық сипатқа ие бола бастады. Эклектика дегеніміз не? Ол барлық стиль, сәнді ботқа ғылып, бірімен бірін үйлестіріп, ұштастырып кие беруді айтады. Яғни осыған дейінгі мынаны киюге болмайды, мынау сәнде емес деген дүниенің барлығы өзінің актуалдылығын жоғалтып жатыр. Енді қараңыздаршы, бұрындары мысалы образ бір эстетикада болсын дейтін едік қой, енді қазір де соны ұстанамыз, бірақ дегенмен де романтизм мен брутальность бір образда болуы мүмкін, яғни нәзіктік пен батылдықты бір образға үйлестіруіміз мүмкін, бірімен бір үйлеспейтін фактура, яғни материалдар дейміз ғой, мата деп айтамыз, соларды үйлестіруіміз мүмкін, яғни несочетаемое сочетать дейді ғой, яғни үйлеспейтінді үйлестіру сәнді бола бастады. Енді қараңыздар, бұл деген біздің қазақтың қыздарын кішкене адастыруы мүмкін. Біздің қазақтың қыздарын кішкене ойландыруы мүмкін. Киім көп, дүкен көп. Оның ішінен өзіме келетісін қалай тапсам екен деп ойлану мүмкін. Ең бірінші, біз алдыңғы шығарылымдарда айтқанбыз, біз өзімізді тыңдаймыз. Біз киетін киім, біз киетін трендтегі киім бізге қандай эмоция беру керек? Мәселен, мен сәл-пәл нәзіктікті және сәл-пәл батылдықты бір образға үйлестіргенді жақсы көремін. Батылдық деген ол жаңағы былғары косуха болатын болса, нәзіктік деген ол ұсақ гүлді юбка болуы мүмкін, не болмаса жұмсақ фактурадан тігілген юбка болуы мүмкін, және олар бір-бірімен үйлестірген кезде жаңағы нәзік пен батылдық қатар үйлеседі. Енді трендтерге тоқталайық. Тренд деген дүние, қыздар. Трендтің бәрін кию керек, мына стилист айтқанның барлығын кию керек деген сөз емес. Жарай ма? Мен сіздерге тоқталайын, белі төмен орналасқан киімдерді көріп жүрген шығарсыздар. Яғни бізде биыл сәнде белі төмен орналасқан киімдер, шалбар, юбка, тренчтер, дубленкалар, ресейлік бренд Ушатаваның тіпті осы 2026-ның қысында сайтына осы секілді дубленкалар шыққан болатын. Яғни белі төмен орналасады. Мәселен, мынандай тренчтер бар. Оларды кюлотымен, леггинсымен киіп, туфлимен киетін болсаңыз, ұзын қонышты етікпен киетін болсаңыз, өте сәндегі образдар шығады. Бірақ бір қызығы, бойы аласа орналасқан біздің қазақтың қыз-келіншектері сәл-пәл байқау керек деп ойлаймын. Неге? Өйткені біз белімізді жоғары шығару арқылы не істейміз? Біз аяғымызды ұзартатын едік қой. Енді белді төмен орналасатын болса қалай болу керек екен? Ол кезде образдың пропорциясына қарауымыз керек. Яғни белі орналасқан тренчтің астына кең балақ шалбар киіп, одан кейін одан төмен қарай жаңағы доғал тұмсық бәтеңке киетін болсақ, әрине біздің бойымызды төмен қарай тартып кетеді. Ал егер де біз астын жинақы киіп, болмаса шүкір тұмсық, етік, туфли киетін болсақ, онда біз образды теңестіреміз де, ол әлде қайда жеңіл көрінеді. Жалпы байқаған боларсыздар, қазір көп жерде шығыс стайл. Шығыс стайлдың ішіне не кіреді? Анау біздер көріп жүрген азиаттық стиль кіреді, вышивка кіреді, не болмаса жаңағы Аладдин шалбарлар, Аладдин әлі де сәннен шықпайды, қыздар. Ойлап қалмаңыздар, Аладдин кетіп қалды деп. Жоқ. Мен айтамын ғой, біздің қазақтың тарихында Аладдин бұрыннан болған. Біз ол шалбарларды қапсырма етіктің ішіне салып жүріп кигенбіз. Сондықтан да Аладдин дәп қазақ қоғамында әлі қалады. Сондықтан да біз оларды киеміз әлі. Не болмаса шапандар, ана үлкен кимоно бар ғой, ұзын, кез келген көйлектің сыртынан шығыс стиліндегі шапандар ерекше сәнде. Жакеттер, шығыс азиаттық стилдегі жакеттер, белі қыналған, өзі ұзындау келген, алдында мына ілгектері көлденең болып келетін, көлденең біріне бірі байланатын жіптері бар, баулары бар жакеттер қазір ерекше сәнде, және алдағы уақытта да киеміз деп мен ойлаймын. Тіпті мен көрдім, сол жапанди стиль дейміз, тіпті Adidas секілді брендтердің өздерінің толстовкаларын шығарған кезде мына жерлеріне осындай ілгектерді жасап, өздерінің толстовкаларын шығарған екен. Сондай-ақ біздің қазақ аудиториясы көп кие бермейтін анималистик принт деп айтайықшы, жан-жануар принті, жыланның, анау сиырдың, тіпті маралдың принті деген қосылды. Оның барлығын күнделікті образдарда қолданамыз. Бірақ принтті қолданған кезде кішкене артық
көлемі бар, артық масса жинауға бейім қыз-келіншектер кішкене ойлану керек. Енді қазір жалпы өздеріңіз қарап көрсеңіздер, бельевой стиль деп айтамыз, жаңағы астында кружевной дейміз ғой, мына шілттер, кружевадан жиегі бар юбкалар, көйлектер, кез келген жерге бір нәзіктік қосу, осы бір кружева әлі де сәннен кетпейді. Оны осы көктемде де, осы жазда да киіп кете береміз. Сосын барлық жерде приталенный силуэт, приталенный дегеніміз белі қыналған силуэт. Бұрынғыда енді мен оверсайз киіп отырмын, жалпы өзімнің стилімде оверсайзды қолданғанды өте жақсы көремін. Алайда оверсайзда бізде базалық гардеробта болады, дегенмен біздің нәзіктігімізді, әйелдік болмысын айқындайтын пиджактар, блузкалар өте ерекше сәнде болады. Олардың жаңағы ұзындығы, біз жаңағы айтамыз ғой, үнемі қолды қойған кезде алақанның жартысына келетіндей, не болмаса білезіктің тұсына келетіндей ұзындықта болса, сіздің бойыңызды жемейді және сіздің пропорцияңызға сай келеді. Жалпы әдетте кез келген киім алған кезде қыздар, біздің қазақ аудиториясында анау стилист көрсеткен, мынау стилист көрсеткен, анау дүкен көрсеткен трендтік киімге ұмтылу бар, бірақ бойға, фигура ерекшелігіне, одан кейін өзінің мінез-құлық стиліне көп көңіл бөлу жоқ. Кез келген қыз баланың, әйел баласының жаңағы өзінің болмысына сай, өзінің жаратылысына сай, қолын осылай қойған кезде, оның идеалды ұзындығы әдетте осы білектің тұсынан, болмаса алақанның жартысынан келеді. Оны мен сіздерге осыған дейін айтқанмын, бірақ тағы да айтсам артық болады деп ойламаймын. Соған көбірек мән беріңіздер. Ал одан кейінгі айтатын дүние, біздің қазақтың қыз-келіншектеріне гүл принт сәнде деп айтқанмын. Гүл принт әлі де сәннен қалмайды, қыздар. Тек ұсақ гүл принт. Принт неғұрлым ірі болған сайын артық көлем қосуға бейім екенін ұмытпайық. Гүл принт юбкалар, нәски, туфли мен нәскилерді үйлестіру, болмаса гүл принті бар пиджактарды кию, гүл принті бар көйлектерді кию. Жалпы гүл принтті біздің гардеробта қоғамның жаңағы тәрбиелік құндылықтарына сай бір жағынан, екіншіден біздің өзіміздің де оны қабылдауымыз өте жеңіл, сондықтан да киіп кете беруге болады, сәннен қалып кетпейді. Содан кейін сәннен қалып кету, сәннен қалып кетпеу деген дүние, ол осы трендтерге байланысты. Тренд деген ол егер де қоғамның жаңағы қалауынан шығатын болса, қоғамның құндылықтарына сай келетін болса, тренд база болып қалып кетеді. Мысалы, гүл принт секілді, аладдин шалбарлар секілді маусымнан маусымға көше береді. Ал кейбір трендтерді тіпті оны киюге ұмтылудың қажеті жоқ. Неге? Өйткені біздің қоғамға жат болып келеді. Бұл біріншіден. Екіншіден, трендтің бәрін жабыстыра беру ол сән емес. Жарай ма? Мен айтып жатқан дүниенің ішінен тек өздеріңізге керегін ғана алсаңыздар болады. Сосын байқаған шығарсыздар, бахрама. Бахрама деген енді барлық жерде болып кетті. Сөмкеде, киімдерде, пальтода, әсіресе мен жақында ғана масс-маркет Мангодан осындай сөмке көрдім. Асты деген шашыраған керемет, жоғарғы сән көрсетілімдерде көрсетіп жатыр. Енді айтар жоқ, ерекше әдемі. Пальто киіп, болмаса бір қысқа тренчтер киіп, кішкене каблук киіп, анау сөмкені ұстасаңыз, кез келген көйлекпен де кез келген образдың стиль градусын арттырады. Біз барынша қарапайым киінуіміз мүмкін. Тек қана бір сөмкемен образдың стиль градусын көтеріп жіберуіміз мүмкін. Сондай-ақ сіздер байқап жүрген боларсыздар, қазір көлемді кроссовкелерге қараған кезде табаны жұқалау келген жұмсақ кеды сәнде болды. Бұрынғыдай табаны жалпақ, лоферларға қараған кезде табанында көлемі аз, табаны жұқалау келген Лора Пиана стиліндегі лоферларға көше бастадық. Одан бөлек біз аксессуарға жақсы өтіп жатырмыз. Қазақ қоғамы үшін осыдан бір 3 жылдай уақыт бұрын аксессуар тағу өте қиын проблема еді. Тіпті менің өзім мына секілді үлкен көлемді калилерді тағудың өзіне кішкене ыңғайсызданатын, бір қоғам басқаша қарайтындай, не болмаса бір мойнымды қысқартып тұрған секілді, ал жарайды ұнатып алған күннің өзінде оны бір образыма қиюластыра алмай көп қиналатын едім. Ал қазір біздің аудиторияда өзім байқаймын, менің клиенттерім, менің құрбыларым күнделікті осындай өте көлемді сақиналарды, сырғаларды, осындай калилерді образдарына қоса бастады және өте ерекше сәнде көрінеді. Мен көп сән үлгілерін, сән көрсетілімдерін қарап шықтым. Ол жерде де әсіресе енді брошка дейді.
Білесіздер ғой, брошкаларды біз бұрындары 80-90 жылдары мамаларымыз пальтоның жағасына өте көп тағатын, және ол бізде бір ескіліктің қалдығы ұқсап көрінетін, енді мойындайық расымен де. Ал қазір көлемді броштар ерекше сәнде, шарфтың сыртынан, пиджактың лацканы және пиджактың жағасын көтеріп қойып, жаңа екі лацканды екі жағаны бекіту мақсатында шарфқа, көйлекке, кез келген анау тоқыма жемпірлеріңізді бір қыртыстар жасап, соны бекітіп қою мақсатында, кез келген шапканың жаңағы анау тақиялар кетіп болсаңыз жанына бекітіп қою брош, көлемді брош деген ерекше сәнде болып жатыр. Егер де мүмкіндік болатын болса, көлемді броштар әлі осыдан бір былтыр арғы жылдар шығып бастаған еді, кәдімгідей қарқынды еніп келе жатыр. Сізде өзіңіздің гардеробыңызға қосып көріңіз. Мен ондай аксессуарлардың, біз енді аксессуарға біздің қазақтың қыздары көп жағдайда ақша үнемдейміз. Енді өзімде де бар ол нәрсе. Мен әу басталған кезде одан да тойға көйлек алмайын ба, не болмаса жақсы пиджак алайын деген секілді киімге өте көп мән берем. Бірақ бір күні байқадым, стилист ретінде мен гардеробта өте киім көп, пиджак көп, юбка көп, капри, шалбар, костюм шалбардың түр-түрі, аяқ киімнің түр-түрі, базамды жинақтаған екенмін. Бірақ ол киімдердің барлық образдардың барлығы бір незавершенный образ дейді ғой, бір аяқталмаған образ секілді әсер қалдырып тұрған екен. Сондықтан да мен қалай жасайтын болдым? Мысалы, жылына 2 рет бүкіл әлемдік жеңілдік болады ғой. Қаңтар кезінде болады, қаңтар, желтоқсанда болады, қаңтарға дейін жалғасады, содан кейін маусым мен шілденің ортасында болады. Сол кездегі жеңілдіктерді өзім өте ұтымды пайдаланамын. Сол кезде жаңағы ірі анау масс-маркеттен лайм, манго, әсіресе мангоның әшекейлерін өте жақсы көремін. Ешқандай сарғаймайды, ешқандай бір қарайып кетпейді, ағарып кетпейді. Және мысалы темірі өте андай арзан болып көрінбейді деген секілді. Сарысы тым жылтырап, бір сапсары болып тұрмайды, бір дорого и богато деген эффект береді. Мысалы, қазір сіздер осы көрсетілімді көресіздер, 1-2 айдан кейін бізде уже маусым да таяп қалады. Сол маусым кезінде алыңыздар. Бұл бүкіл әлемдік, бүкіл әлем, Америка, Европа, тағы не, Қытай, Қырым, Қытай, барлық жерде осы жеңілдік кезінде аксессуар алып қалыңыздар. Өйткені мен білемін, өзімде әншейін әдетте бір кофтаның бағасына маған сатуар алу, сырға алу деген нәрсе шығын. Неге? Өйткені біз әшекейді өте көп ауыстырамыз, өте көп алмастырамыз. Неге? Өйткені бұл гардеробқа бір эстетикалық бір вайб беру үшін қолданатын дүние ғой. Сол, менен сіздерге бір кеңес. Содан кейін биылғы сән көрсетілімдерінде өте бір аксессуарларға қатты көңіл бөлді. Мәселен, Miu Miu люкс брендінің орамалды қалай мойынға орап таққандығын көрген шығарсыздар. Бұл дегенінде ерекше бір прием деп айтуға болады. Және биыл көктемде ол ерекше сәнде болады. Жалпы сән қайдан шығады, тренд қайдан шығады, біз люкс брендтерден қайталаймыз, оны білетін шығарсыздар, иә. Неге? Қазақтар өздері, жоқ, қазақтардың өзінде де әдемі стиль бар. Бірақ біз әлеммен бір толқында болу үшін біз сол жердің детальды алып, қазақтың өзінің колоритті стиліне соны қосып жіберсек, вау деген эффект жасаймыз. Мәселен, Miu Miu осы секілді орамалдарды мойындарына байлап күшті қылып көрсетті. Және бізде оны мысалы рубашка киетін болсақ, иә, әр қыз-келіншектің гардеробында фактурасы қатты, яғни материалы қатты форма ұстайтын ақ рубашка мен көгілдір рубашка бар, иә. Мәселен, сіздер соған әдемі орамалды алып мойнның тұсына байлап қалатын болсаңыздар, сіздерде ерекше әдемі көрінеді. Я, осыған дейін болған ол приемдар, бірақ та бұл стилистикалық решениялар қазір қайтадан сәнге келе бастады. Одан кейін бізде frugal chic деген эстетика ерекше сәнде. Бұл жерде барынша минималистикалық киімдер, базалық кройдағы, актуалды кройдағы, бірақ өте сапалы, түстерде айғайлап тұрмайтын ерекше бір эстетиканы қазір алға шығарып жатыр. Неге? Өйткені халық шексіз тұтынудан шаршады. Бұл жерде біз трендтерді, макро және микро трендтерді бөлетін болсақ, жаңағы мен айтып атқан жылтыр-жылтыр дүниенің барлығы, олар микротрендтер болуы мүмкін. Ал макротренд деген жалпы әлем шексіз тұтынудан, тым көп киім ала беруден, тым көп шығын шығарудан қазір көп жағдайда шаршады. Жалпы біздің қоғамда байқасаңыздар, қаржылық сауаттылыққа көп бой бұрып жатқан жастарды, қыз-келіншектерді көп көруге болады. Біздің қазақ қоғамы қазір қалай ақша жинауды, қалай киімге көп шашпауды, не болмаса акция алып қойсам екен,
алтын алып қойсам екен деген тақырыптарға көбірек баса ауыртатын болды. Байқаған шығарсыздар, сіздердің де араларыңызда соны үйреніп жатқан қыз-келіншектер өте көп шығар. Сондықтан да жалпы осы стильге қатысты, сәнге қатысты білім бізде жаңағы болуы керек. Өйткені біз киімді сапалы және өзіміздің фигура ерекшелігімізге, мінез құлық стилімізге, болмысымызға сәйкес келетіндей қылып таңдау үшін білім керек деп айтып жатырмын. Сол, енді қараңыз, frugal chic деген жалпы барлық қоғам деп айтпай ақ қоям, бірақ бір жаңағы мен айтқан 50% халықтың жартысы сол frugal chic-қа қарай ақырын кетіп жатыр. Бұл макро тренд болғандықтан алдағы бір 5 жылда біз бұған толық көшеміз. Яғни біз жаңағы секілді микротрендтерді қолдануымыз мүмкін, бірақ түптің түбінде жалпы қоғам, тек қазақ қоғамы емес, сондай бір минимализмға барлығымыз өтетін шығармыз. Әрине, көктем болғаннан кейін жалпы color блокты да айтпай кеткім келмейді. Аз кейін болса да мүмкін сізде color блок образдар жасайтын шығарсыз, көктемге кәдімгідей әртүрлі түстегі киімдерді ерекше сәнде болады. Әсіресе жаңағы пастельный оттенки дейміз. Содан кейін бір әдемі, бір ашық көктем жарқын түстердің бір-бірімен үйлесімді ерекше сәнде болады. Бірақ түстерді үйлестіруге келген кезде кішкене білім керек. Өйткені біздің қыздардың барлығының бойы ұзын деп айта алмаймын. Түстер мен бойды бөліп тастауға болады. Бірақ түс бәрібір жарқындылық береді. Портретті зонаны жарқырату жарқындылық береді. Біздің бір жеке бренд ретінде қалыптасуымызға, болмаса жеке бір тұлға ретінде қалыптасуымызға бәрібір color блок образдар өзінің әсерін мықты тигізеді. Сондықтан да бұларға да көңіл бөліп көріңіздер. Бірақ түптің түбінде біз frugal chic-қа келе жатырмыз. Адамдар неге винтаж деген тіркесті көп айта бастады? Өйткені біз қаласақ та қаламасақ та жалпы үнемдеу, киім алуда үнемдеу деген режимге өте бастадық. Сондықтан да біз көп ақша төлеп сапалы былғары алғанша, біз оны жаңағы винтаж дүкендерден сол сападағы былғарына, тіпті одан мықты сападағы былғарыны арзанға алуды үйреніп жатырмыз. Бұл да бір алып келген кезде жаңағы frugal chic-тің бір көрінісі деп айтуға болады. Винтажды өте көп айта бастағанымыздың өзі халық соған ақырындап жаңағы баяу мода деген, баяу сән деген түсінік бар ғой, соған келе жатқанымызды айту керек. Сондықтан да шешім сізде. Винтажды талғайсыз ба, жоқ color блок, микротрендтің бәрін таңдайсыз ба, жоқ әлде люксовый брендтерді таңдайсыз ба? Бұның барлығы сіздің бір өмірлік құндылықтарыңызбен келетін дүние. Мен ойлаймын, біздің қыз-келіншектер, мен үнемдеймін, қазір анда челлендж кетіп жатыр ғой, бір жылда 12 киім ғана аламын деген стилистердің тарапынан. Ол күшті челлендж негізінде, бірақ мен былай деп ойлаймын, біздің қазақ әйелі тым қатты үнемдеймін деп өзін жұтаң қылмауы керек, өзін жұтаң жағдайға түсірмеу керек. Яғни қаржылық сауаттылық ол керемет дүние. Мен де қаржылық сауаттылық жайлы өте көп білім алуға тырысып жатырмын. Жалпы алдағы уақытта шығарылымдарымды осы тақырыпта да бір шығарылым арнасам болатын шығар деп ойлаймын. Өйткені көп қыз-келіншектерге әсер еткім келеді. Өйткені осыған дейін мен де көйлекке тоймай барлығын алып, ол окей, бірақ та қаржылық сауатты боламын деген сөз, ол бір футболкамен, тізесі шыққан джинсы шалбармен жұтаң жүру деген сөз емес, қыздар. Ол қалай десем екен, қазақ әйелі, жалпы кез келген отбасындағы әйел, сол отбасының мойны, басы, сол отбасының бір жауапкершілігін бәрібір арқалайды. Қанша жерден ер азаматқа жасасақ та, біз білдірмей ақырын бағыттап отыратын ұрпақтың тәрбиесін бәрібір біз қыз-келіншектеріміз ғой. Сондықтан да менің балам, ұрпақ, жұтаң ананы көріп, соған қарап бой түземеу керек. Менің кішкене қызым, мысалы, ондай дүниені жасамау керек, немесе ұлым мамасының сондай шаршаңқы, мойны созылған футболкамен жүргенін көрмеу керек деп ойлаймын. Қаржылық сауаттылық қай кезде? Сіз өте үйлесімді киініп, ішкі күйіңіз бен сыртқы күйіңіз бір-біріне сәйкес келіп, жан-жағыңызды танып, өзіңіздің әлеуметтегі статусыңызды айқындап, мұғалім, ана, фрилансер, депутат, небір журналист, қыз-келіншектер бар ғой, соған сай, ішіңіз бен сыртыңыз сай келген кезде, одан кейін барып жаңағы жетістіктерге жетіп,
иә, өйткені іші сырты сай болған қыз келіншектің жетістікке жетпеуі мүмкін емес. Жетіп, сол жаңағы артылған дүниенің барлығын қаржылық сауаттылық ретінде акцияларға жинап, сөйтіп біздің қазақ қыз келіншегі өте бір жарқыраған, күшті болу керек деп ойлаймын. Ал ақша жинаймын, киім алмаймын деп жадап жүруге болмайды деп ойлаймын. Әзірге осы жалпы пайдалы болды деп ойлаймын. Осы шығарылымның астына міндетті түрде алдағы уақытта шығарылымдар қандай тақырыпта болу керек, мүмкін дүкендерден шолу керек шығар, мүмкін әр фигура ерекшелігіне мастер-класстар керек шығар. Сіздердің тараптарыңыздан кері байланыс керек. Неге өйткені мен YouTube-дағы каналымды енді бастап жүргізіп жатырмын. Барынша пайдалы болғым келеді, бірақ сіздерден де кері байланыс болса, ол мені әлдеқайда шабыттандыратын еді, және біз бір-бірімізге өте пайдалы болатын едік. Сондықтан менің каналыма біріншіден жазып алыңыз, осы шығарылымға лайк басыңыз, астына міндетті түрде алдағы уақыттағы шығарылымдарға тақырып тастап кетіңіздер. Мен соған арнап барынша біліммен бөлуге тырысамын. Сау болыңыздар.